жаным. Жаныма ұйқында аша қой. Тұр! Ұйқында! Сен маған мал дедің бас? Мал дедің ма маған? Маған азаң не? Маған жоқ. Бүгін кішкене далаға шығып бір нәрсе түсірсем бе деп едім, бірақ әдеттегідей мен мотивациям ашылып кетіп ерте тұрып алдым. Онда бос өтпей сіздерге достарыңызбен ойнауға болатын топ 5 ойын жайлы айтып берейін. Ендеше дайын болсаңыздар, біз кеттік. Бірінші ойын Raft. Бұл Red Beat Interactive әзірлеген және ақша өткен шығарған тіркелуді ойыны. Жалғыз немесе достарыңызбен сіздің міндетіңіз қауіпті теңіз арқылы эпикалық мұхиттық шытырман оқиғадан аман қалу. Тіркелу үшін қоқыс жинаңыз, салаңызды кеңейтіңіз және мұхит қауіпінен сақ болыңыз. Ескі пластмассалардан жасалған ілгектен басқа ештеңе жоқ. Кішкентай ағашқа түсіп қалғаннан кейін ойыншылар үлкен көк мұхитта жалғыз және көрінетін жерсіз оянады. Құрғақ тамақ пен бос асқазанмен өмір сүру қиын болады. Бұл ойын бір ұнамайтын жерін айтайын. Короче, кішігірім қайғылы оқиға. Бұл ойын менің жалғыз кездерімді еске түсіреді. Мен YouTube бастаған кезде ешкімнен қолдау болмаған еді. Мен көптеген каналдар аштым, бірақ ешқайсысы жетістікке жетпеді. Бірақ берілмей мен кішігірім болсын жетістікке жеттім деп ойлаймын. Мен секілді жетістікке жете алмай жүрген арналар өте көп. Сол себепті соның біріне көмектесейін деп шештім. Өтініш, описанияға өтіп қолда кетейік. Егер сен де қолдау алғың келсе, описаниядағы телеграмға кіріп жазсаң болады. Келесі ойын Dead Beat Daylight. Бұл көп ойыншы онда жеңіске жету үшін өлтіруші карпадан аман қалғандардың барлығын өлтіруі немесе құрбан етуі керек. Тірі қалғандар барлық генераторларды қосып қақпа арқылы орналасқан жерінен шыққан кезде жеңеді. Ойын барысында тірі қалғандар қараңғы бұрыштарда, шкафтан немесе биік шөпте өлтірушілерден жасырынып, интерактивті заттармен жолын жауып, өлтірушілерді баяулатуы мүмкін. Келесі ойын Istanbul Guys. Бұл Kitke Games'тің көп ойыншы шайқасы. Ойынға әртүрлі карталарда жарыстарда және тірі қалу үшін жарысатын 32 ойыншы қатысады. Келесі раундқа өту үшін ойыншылар іріктеуден өтуі керек. Тек бір ойыншы жеңімпаз бола алады және тәжге ие болады. Төртінші ойын Mech Arena. Бұл көп ойыншы шайқастары бар динамикалық PvP атқыш. Арнайы дағдылар бар сансыз қару-жарақ пен жүн комбинацияларды таңдап қуатты отряд жасаңыз. Жоқын шайқастарға қатысыңыз және әлемнің түкпір-түкпіріндегі ойыншыларға қарсы жарысыңыз. Кедергілер сізді тоқтатпайды ма? Мұны аренада дәлелдеңіз. Бесінші ойын Block Strike. Бұл бірінші адамның нақты уақыттағы атқышы. Сіз достарыңызбен ойнай аласыз, кландарға қосыла аласыз. Жылдам атыс жасай аласыз. Ойын Counter-Strike ойындар сериясының әйгілі геймплейін және әйгілі Майнкрафттың визуалды стилін көшіреді. Ресми түрде ойын тек Android операциялық жүйесімен істейтін смартфондарда қолжетімді. Бұл ойынды танымал Unity 3D қозғалтқышында Rexit Studio деп аталатын әзірлеушілер тобы жасады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен. Мұрат әділді. Сау болыңыздар.